Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін алмадан өте дәмді джем дайындаймыз. Менімен бірге осы бейнені соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Алдымен алманы жақсылап жуып аламыз. Джемді дайындау үшін бізге жұмсарған алма бола береді. Сондықтан сондай жұмсарған, кішкене бұзылған алманы алдым. Керек емес жерлердің барлығын алып тастайсыздар. Мысалы, қабығында қандай да бір бұзылған, жұмсарған жерлер болса, кесіп алып тастаңыздар. Содан кейін осындай кішкентай бөліктерге бөлеміз, себебі ет тартқыштан өткіземін мен. Егер блендер болса, блендермен де өткізуге болады, бірақ дегенмен алдын ала осы алманы кесіп дайындап алыңыздар. Құрметті оқырмандар, өзім YouTube каналымда көптеген рецепттермен бөлісемін. YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Қыстық салаттардың, тосаптың, тамақтардың, тәттілердің барлығының рецептілері өте көп. Джемді дайындау үшін алманың кез келген сортын алуға болады. Мен бұл алманың нақты қандай сорт екенін білмеймін, бірақ жазда піседі. Мен алманы толығымен кесіп дайындап алдым. Осындай кішкентай бөліктерге бөлдім. Енді қазір ет тартқыштан өткіземін. Бағана бейненің басында айтып кеткем, егер сіздерде блендер болса, блендермен де жұмсартып, ұсақтап алсаңыздар болады. Ет тартқышпен қазір ұсақтап турап аламын. Осы бейненің жоғарғы жағында, оң жақта қысқа дайындық бойынша плейлист қалдырам, яғни папка. Сол жерде тосаптың, қыстық салаттардың рецептілері болады, міндетті түрде кіріп көріңіздер. Бұйыртса тағы да қыстық салаттардың рецептілерімен бөлісетін боламын. Мен алманы ет тартқыштан өткізіп жатырмын, барлығы біркелкі болып туралып жатыр. Алманы турап болдым, міне дайын. Енді қазір үлкендеу ыдысқа салам, тегешке немесе қазанға салсаңыздар болады, және үстіне қант қосам. Менде бұл жерде 1 килограмм алма және 1 килограмм қант болды. Содан кейін 2-3 сағатқа алманың үстіне қант салғаннан кейін алып қойыңыздар. Менде мына жерде 2-3 сағат тұрып, кішкене қант езілді. Содан кейін жақсылап араластырып, жоғарғы отқа қоясыздар. Жоғарғы отқа қойып, қайнағаннан кейін ең төменгі отта 30 минут қайнатасыздар. Ортасында міндетті түрде араластыру қажет, себебі күйіп кетуі мүмкін. 30 минут ең төменгі отта қайнатасыздар. Міндетті түрде араластыруды ұмытпаңыздар, тағы да ескертіп айтайын. Тосап ең төменгі отта 30 минут қайнағаннан кейін отты өшіріп, тосапты шетке алып қоясыздар. 2-3 сағат суығаны қажет. Содан кейін қайтадан екінші рет ең төменгі отта 30 минут қайнатып араластырасыздар. Яғни 2 рет 30 минуттан қайнатасыздар. Сол кезде 1 сағат қайнайды ғой. Бірақ ортасына 2-3 сағатқа қойып қойыңыздар. Және де тосап қайта-қайта араластырған кезде кішкене шашырайды, сондықтан қазанның немесе тегештің қақпағын жартылай жауып қойыңыздар. Тосап дайын, отты өшіремін. Толық суығанша қойып қоям, содан кейін ғана банкілерге саламын. Мін қараңыздар, қандай біркелкі дәмді болып шықты. Егер ыстықтай тосапты салатын болсаңыздар, онда банкілерді стерилизациядан өткізгендеріңіз дұрыс. Мен бірақ тосапты толығымен суығаннан кейін ғана суық банкілерге стерилизациядан өткізбей құямын. Және де, егер ыстықтай құятын болсаңыздар, тек қана банкіні емес, жаңа крышкаларды да стерилизациядан өткізу керек. Сол кезде қыста атылмайды банкілеріңіз. Мен мені суықтай құйып жатырмын. Және банкілерге тосапты құйғаннан кейін осылай қасықпен жақсылап араластыру қажет, кішкене ауа қалып қалмасын. Мен бейнеде көрсетілгендей. Осылай төмен қарай тосапты басасыздар. Алмадан джем дайын, өте дәмді болып шығады. Осы бейне пайдалы болса, лайк басып, комментарий бөлімінде дайындасаңыз бөлісіңіздер. Баршаңызға ас болсын.